Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Ақтау қаласының әкелері шағын футбол алаңында бас қосты. Маңғыстау облыстық әкелер одағының ұйымдастыруымен шағын футболдан турнир өтіп жатыр. Жарысқа 20-ға жуық команда қатысып, өзара бақ сынауда. Шараның басты мақсаты әкелер арасындағы бірлікті нығайту, отбасы құндылықтарын дәріптеу және салауатты өмір салтын насихаттау. Қатысушылар спорттық шеберліктерін көрсетіп қана қоймай, өзара тәжірибе алмасып, достық қарым-қатынасты нығайтуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер әкелердің қоғамдағы рөлін арттырып, жас ұрпаққа үлгі болуға бағытталған. Қазіргі таңда турнир ойындары жалғасып жатыр. Жарыс қорытындысы бойынша үздік шыққан командалар ақшалай және естелік сыйлықтармен марапатталады. Әкелер арасында ер азаматтардың өзара ынтымақтастығын, достығын нығайту мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Бұл облыста тұңғыш рет мектептер арасында, әкелер арасында өткізілетін шара. Алдағы уақытта бұл қалалық турнир, енді облыс турнирі өткізетін боламыз. Бұл мамыр айында өткіземіз бұйырса. Сосын тағы да мына бізде қазіргі таңда стол теннисінен жарыс өткізейін деп жатырмыз. Сонда теннисте сондай-ақ мамыр айында әкелер барысын өткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни әкелер арасында палуандар бар, өз күшін сынағысы келетін әкелер бар. Солардың арасында облыстық және қалалық турнир өткізу жоспарлап отырмыз.